Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда ашылған, ашылмаған түрлі қылмыс әлемі туралы болмақ. Сіздерден қолдау күтем, каналға тіркеліп, лайк басып, комментке қандай оқиғалар күтесіздер менен сол туралы жазып кетсеңіздер болады. Бүгінгі видеомда 14 жасар Элизабет Шоуафтың қалай маньяк құрбаны болғаны туралы айтамын. 2006 жылы Винсен Филяв азық-түлік, қару-жарақ және қолдан жасалған жарылғыш заттар салынған уақытша бункерде тұрған. Ол үшінші дүниежүзілік соғысты күтіп жүрген адам да емес, ессіз де емес. Ол сүйіктісінің 12 жасар қызды зорлағаны үшін іздестіріліп жүрген қылмыскер еді. Винсен осы бірінші қылмысының себебін реніш деп түсіндірді. Себебі бірінші жәбірленушінің анасы полицияға барғанына қатты ашуланды. Сондықтан ол бірінші сәтсіз әрекетінің орнын толтыру үшін басқа оқушы қызды іздей бастады. Бірнеше айдан кейін оның жолы болды десек те болады. Мектеп автобусынан түскен 14 жасар Элизабет Шоуафты сол күні үйінен ешкім күтіп алмап еді. Элизабет Шоуафты қалай ұрлады? Филявтың полиция формасы болған. Ол сол күні формасын киіп алып, мектептен қайтып келе жатқан Элизабетке жақындап, оған есірткі сақтады деген күдік бар екенін айтып, онымен бірге жүруге бұйрық берген. Қорыққан Элизабет офицерге сеніп, участокте түсініспеушілік тез шешіледі деген үмітпен мойынсұнып, ер адамның соңынан ерді. Алайда Элизабет көп ұзамай серігінің полиция емес екенін түсінді. Винсен оны қалаға апармады. Қызды шатастыру үшін орман арқылы ертіп апарды, және бұл ойы оның сәтті болды. Сол кезде Элизабет одан қалай құтылу керектігін ойлай бастады. Оның ең бірінші істегені аяқ киімінің бір сыңарын әдейі жоғалтып алуы еді. Кейін іздеуші иттер табады деген үмітпен екінші аяқ киімін де тастап кетті. Бірнеше сағаттан кейін Филяв қорқыныштан әрең отырған қызды өз бункеріне сүйреп апарып, шынжырлап, шешіндіріп зорлаған. Содан кейін бұл жағдай күніне бірнеше рет қайталанды. Сонымен қатар Винсен үнемі Элизабетке айқайлап, егер айтқан екі етсе, мойнына бомба іліп жарып жіберемін деп қызды қорқытты. Элизабет қатты қорқты, бірақ ол ішінен мен қалайда аман қаламын деп шешуші еді. Қалай болғанда да ол Филявтың оң жағына шығуға тырысып, оған ол осы жыныстық қатынастың ұнайтынын айтып, және ұрлаушымен оны қызықтыратын тақырыптарда сөйлесті. Уақыт өте келе бұл әсер ете бастады, яғни қоқан-лоққылар жойылды. Содан кейін Филяв шынжырды шешіп, тіпті Элизабетті серуендеуге де алып шыға бастады. Орманда Элизабет өзінің іздерін қалуды жалғастырды. Ол үнсіз шаштарын жұлып алып, жерге тастайтын еді. Бұл әдістердің пайдасыз екенін Элизабет білмеді. Себебі олар қызды мүлдем басқа жерден іздеген еді. Оны үйінен 1 миль қашықтықтағы бункерге қамап қойды деп ешкім ойлаған жоқ. Элизабет қалай босатылды? Тұтқындағы 10-шы күні Элизабет Филявтан ұйықтары алдында ұялы телефонын ойнай тұруға алуға көндірді. Ер адам сенді. Сол уақытта Элизабет педофилге өзінің сүйіспеншілігі мен адалдығына сендірген еді. Гаджетті алып, Винсеннің ұйықтап кетуін күткен Элизабет анасына хабарлама жіберді. Әйел SMS хабарламаны шерифке көрсеткеннен кейін, іздеу жұмыстарын қайта жаңғыртуға бірден бұйрық бермеді. Себебі шериф біреу ойнап отыр деп ойлады. Алайда көп ұзамай телефон иесінің бала зорлады деген күдікке ілінген адам екені белгілі болып, хабарламаның әзіл емес екені белгілі болды. Өзінің іздестіріліп жатқаны туралы Филяв радиодан естіді. Осы уақытқа дейін Элизабетті өзінің адал досы деп санағандықтан, қыздан не істеу керектігін сұрады. Элизабет қылмыскерге қашуға кеңес берді, және өзінің бункерде қалатынын ешқандай күдік болдырмауға уәде берді.
Сонымен қатар Винсонға «Сен өте жақсы адамсың» деп шығарып салды. Филиаф қыздың айтқанын тыңдады. Алайда полицейлер оны үйден бірнеше шақырым жерден ұстады. Элизабет бункердің қасынан табылды. Ол зынданның төбесінде тұрып көмекке шақырған еді. Оны құтқарғаным үшін көптеген адамдар маған алғыс айтты, бірақ мен мұны істемедім. Бұл бала өзін-өзі құтқарып алды, деді кейінірек Кершоу округінің шериф бөлімінің капитаны Дэвид Томли. Қыздың өзін қалай ұстайтынын білгеннен кейін Томли оның өте батыл ғана емес, сонымен қатар өте ақылды екенін айтып, оның аман қалу мүмкіндігін арттыру үшін бәрін жасағанын айтты. Филиаф сот басталар алдында барлық баптар бойынша кінәсін мойындап, шартты түрде мерзімінен бұрын босату мүмкіндігінсіз 421 жылға бас бостандығынан айырылды. 2021 жылы Винсон 51 жасында түрмеде қайтыс болды. Кейіннен Элизабет өсті, білім алды, тұрмысқа шықты және қызды болды. Қазіргі уақытта ол тіс дәрігерінің көмекшісі болып жұмыс істейді. Кешке каратэмен айналысады. Элизабет сонымен қатар шериф департаментімен әлі күнге дейін байланыста. Ол ата-аналар мен балаларға ықтимал қауіптер мен олардан сақтану жолдары туралы айтып берді. Мен осындай жағдайлардың болуы мүмкін екендігінің тамаша үлгісімін, дейді ол. Мен бұл естеліктерімді алдағы уақытта мықты болу үшін пайдаланамын. Сол кезде мен аман қалдым, енді басқалардың аман қалуына көмектесе аламын.